Математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шамалар мен амалдар орындау. Бүгінгі сабақта сантиметр, дециметр, метр, килограмм, центнер, литр шамалардың мәнін салыстырасыңдар. Шамалар мен амалдар орындауды үйренесіңдер. Оқушылар, суретте не берілген? Каструль, шелек, басқа да кез келген ыдысты алыңдар. Олардың сыйымдылығын 1 литрлік арнайы ыдыспен өлшеңдер. Әр ыдыстың сыйымдылығын салыстырыңдар. Қай ыдыстың сыйымдылығы артық? Неге? Шелекке 5 литр су сияды. Су сепкішке 2 литр. Кастрюльге 3 литр су сияды екен. Сендер бұл тапсырманы орындау барысында нені білдіңдер? Сыйымдылығы әртүрлі ыдыстар болатындығын және оны литрлік өлшеуіш ыдыстармен өлшеуге болатындығын білдіңдер. Шелектің сыйымдылығы артық екен. Себебі шелек басқа ыдыстардан қарағанда үлкен. Яғни 5 литр 2 литрден артық, 5 литр 3 литрден артық. Жарайсыңдар оқушылар. Келесі тапсырма ауызша орындалады. Оқушылар, суретте кімдерді көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Енді ойланып көріңдерші, неге әр затты әртүрлі таразымен өлшеген? 1 центнерге қанша жетпейді? Салыстырыңдар. Ең ауыры және баланың салмағы қанша? 1 центнерге қанша жетпейді? Ережені еске түсіріңдер. 1 центнер қанша килограммға тең? Әрине, 100 килограммға тең. Сонда баланың салмағы 1 центнерге қанша жетпейді екен? Дұрыс айтасыңдар. 100 килограммнан 30 килограммды азайтқанда 70 килограмм жетпейді екен. Ал ересек адамның салмағы қанша? Дұрыс айтасыңыз. Ересек адамның салмағы 1 центнерге қанша жетпейді? Әрине, 18 килограмм жетпейді. 1 центнерде 100 килограмм бар. 100 бен 82-ның айырмасы 18-ге тең. Әрі қарай өздерің үлкендердің көмегімен сиырдың, иттің, сәбидің, күшіктің салмақтарын 1 центнерге қанша жетпейтіндігін есептеңдер. Ең ауыры ересек адамның салмағы 82 килограмм, ең жеңілі күшіктің салмағы 5 килограмм. Жарайсыңдар. Әрі қарай мына суреттерге қарап, бала, ересек, сәбидің салмақтарына қарап, 2 амалмен шығатындай етіп, есеп құрастырыңдар. Не белгілі? Не белгісіз? Есепті 2 амалмен орындап, шешуін шығарыңдар. Баланың салмағы 30 килограмм, ересек адамның салмағы 82 килограмм, сәбидің салмағы 10 килограмм. Барлығы неше килограмм? Шешуін бірге шығарайық. Жақшаның ішінде 30 бен 10-ның қосындысына 82-ні қосамыз. Сонда 122 килограмм шығады екен. Жауабы барлығы 122 килограмм. Сендердің де жауаптарың сәйкес келді деп ойлаймын. Әрі қарай 4-ші есепті шығарамыз. Дәптерімізді ашып, бүгін күннің жадын жазып, тапсырманы түсіндіре отырып, дәптерімізге жазып есептейік.
Ол үшін суретте берілген ережені сақтай отырып есепті шығарайық. 1 дециметрің 10 сантиметрге, 1 метрің 10 дециметрге, 1 метрің 100 сантиметрге тең екен. Бірінші 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Сонда 1 дециметр 2 сантиметрің 12 сантиметр. 12 сантиметр мен 8 сантиметрдің айырмасы 4 сантиметрге тең. Ары қарай өздерің шығарып көріңдер. Шығарып болсақ, тексеріп аламыз. Әр түрлі өлшем бірліктеріндегі шамаларды бірдей ең кіші өлшем бірліктеріне айналдырып, содан соң қосу мен азайту амалдары орындалады. Кәнекей, жауаптарды тексеріп көрейік. Сендердің де жауаптарың сәйкес келді деп ойлаймын. Жарайсыңдар оқушылар. Енді үй тапсырмасы, яғни оқу тапсырмасы. Үйден экранда берілген 5 литр, 3 литр, 2 литр осы мәліметтерді пайдаланып, қосу мен азайтуға байланысты теңдіктер жазып келіңдер. Ал оқушылар, сабақты қорытындылаймыз. Шамалар туралы алған білімдеріңді пысықтаңдар. Егер де берілген критерий бойынша сабақты меңгерген болсаңдар, иә немесе жоқ белгісін қойыңдар. Шамалардың мәнін салыстырамын. Шамалармен қосу және азайту амалдарын орындаймын. Әр түрлі өлшем бірліктеріндегі шамаларды бірдей ең кіші өлшем бірліктеріне айналдырамын. Осымен бүгінгі математика сабағы аяқталды. Келесі кездескенше.